Сәлем, бүгін сіздерге Корея туралы 10 қызықты ақпарат айтам. Осындай әдемілікті көріп, тыңдаңыздар. Ендеше кеттік. Бірінші, Кореяда қыз-жігіттер көшеде таныспайды. Кореяда ұл балдар қолдарын ұстап жүруі мүмкін. Олар туралы ешкім жаман ойламайды. Ол жақсы достықтың белгісі. Екінші, корейлер 30-дан асқаннан кейін тұрмыс құрады. Өйткені олар тұрмыс құрғанды жауапкершілік деп біледі. 30-дан асқаннан кейін келешек туралы ойлайды. Үшінші, Кореяда 4 саны жазылмайды. Ол Китай жазбасында өлім деген мағынаны білдіреді. Сондықтан 4 санының орнына F әріпі жазылады. Төртінші, адамдардың есімдерін қызылмен жазуға болмайды. Бұрындары қызылмен өлген адамдарды жазған. Бесінші, түсіңізде шошқа көрсеңіз, онда сізді ұтыс күтіп тұр деген сөз. Корейлер лотерейный билет алуға асығады. Алтыншы, Кореяда тамақты үйде жасамайды, өйткені жұмыстан кеш келеді. Тамақты жасап отырғаннан заказ берген әрі тез, әрі арзан. Жетінші, корейлер қалың қалай деп сұрамайды. Олар саған тамақ жедің ба деп сұрайды. Сегізінші, Кореяда ешқашан жылы су мен свет өшірілмейді. Тоғызыншы, Кореяда аяқ киім кірлемейді, жолдар әрдайым таза болады. 10-шы, Кореяда телефонды бір жерге жоғалтып алсаңыз, немесе тастап кетсеңіз, ешкім тимейді. Тисе де оны полицейге апарып береді. Осымен сіздерге ақпарат қызықты болды деп ойлаймын. Кейінгі видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Пока. 잊고 살았던 게 너무 많은데